Сәлем достар, бүгін біз дастарханыңыздың сәнін кіргізетін жасалу жолы өте оңай түшпәрі бауырсақ дайындаймыз. Каналымда қалып, толық көріп сақтап алыңыз. Және де достар, тіркеліп алуды ұмытпаймыз, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыз, себебі менің каналымда үнемі оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен електен өткізілген ұнға қопсытқыш, сұйық май, жұмыртқаны саламыз. Бөлек ыдыстағы ыстық суға қант, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға ыстық суымызды қасықпен араластыра отырып құямыз. Ыстық су болғандықтан біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті бірден ыстық суды құймаймыз. Жұмсақ қамыр илеп, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Осы уақытта салмасын дайындап қоямыз. Салмасына пісірілген картоп және пияз қажет. Картопты теркадан өткізіп аламыз, болмаса шанышқымен де езіп алсаңыздар болады. Ең бастысы бізге пюре болғаны керек. Одан кейін пиязымызды дәміне қарай бұрышымызды, тұзымызды қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Қамырымызды алып екіге бөлеміз. Жұқа етіп жайып аламыз. Ары қарай өз қалауларыңыз бойынша түшпәраға дайындаған сияқты қылып кессеңіздер де болады. Бірақ мен басқаша нұсқасын көрсетемін. Ол үшін ромби қылып кесіп шығамыз. Бетіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей түйсеңіздер өте ерекше әдемі көрінетін болады. Барлығын түйіп болғаннан кейін қызып тұрған майымызға салып, сәл қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей түшпәра бауырсағымыз дайын болды. Қараңыздаршы, көрінісі өте әдемі, қытырлақ және өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.